Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін шілденің 9-ы, бейсенбі, және біз сіздерге кезекті сауда сессиясы барысында қайта ораламыз. Маркиз Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін енді нарықта болып жатқан жағдайларды егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Нарықтардың басты назарында ақш Федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысының хаттама, жалпы есебімен айтқанда ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге әзірге асықпай отырғанын көрсетті. Реттеуші инфляцияның тұрақты төмендеуіне көз жеткізгісі келеді. Осы себептен ақш доллары әлемдік нарықта қолдау тауып жатыр. Сонымен қатар инвесторлар бүгін ақшта жарияланатын еңбек нарығына қатысты статистика мен ФРЖ-ның өкілдерінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Егер экономика тұрақтылығын сақтайтын болса, мөлшерлемелердің жақын арада төмендеу ықтималдылығы азаяды. Бұдан бөлек мұнай нарығы да назарда. Инвесторлар ақштағы мұнай қоры жөніндегі мәліметтерді, әлемдік сұранысқа қатысты болжамдарды және Қытай экономикасының келетін жаңалықтарын бақылауда ұстап отыр. Бүгінгі жалпы күнтізбеге шолып өтетін болсақ, 11:30-да GMT уақытымен бізде Еуропалық орталық банкінің отырысының протоколы жалпы жарияланатын болмақ. Әрмен қарай 12:30-да, сағат 12:30-да GMT-мен жалпы есебімен айтқанда Америка құрама штаттарынан жұмыссыздыққа қатысты ақпарат жарияланатын болады. Сағат 13:00-де GMT уақытымен FOMC мүшесі Уильямстың сөзі жарияланатын болады. Ал сағат 14:00-де дәл сол GMT уақытымен жалпы есебімен екінші деңгейдегі енді пәтерлер туралы, яғни пәтерлер нарығы туралы ақпарат жарияланатын болады дәл сол маусым айына қатысты. Бұл бізде Америка құрама штаттарынан келетін жаңалықтар екенін айта кету қажет. Енді біздің енді валюталық параларға көшетін болсақ, еуро доллардан бастайтын боламыз. Оған дейін бірақ енді DXY индексі туралы әңгіме қозғайтын болсақ, біз айтып өткендей, DXY индексі өз қолдауын алды, яғни ең жоғары деңгейде 101,228 деген деңгейге жеткеніне қарамастан, дәл қазір оның көрсеткіші 100,917 деген көрсеткішті құрап жатқанын көріп отырмыз. Яғни қандай да бір қолдау болды, бірақ жалпы динамиканы енді әзірге болжау қиындау болғанына қарамастан, қолдау әрмен қарай өсіп, шамасымен 101,5 деген тіпті деңгейлерге де аттануы әбден мүмкін. Еуро-доллар туралы айта кететін болсақ, дәл қазір еуро-доллар жұбы ФРЖ хаттамасы жарияланғаннан кейін қысым астында қалып отыр. Нарық ақштағы жоғары пайыздық мөлшерлемелер ұзақ уақыт сақталады деп күткендіктен долларға деген сұраныс жалпы жоғары деңгейде қалып жатқаны бізге белгілі. Бүгін инвесторлар жаңа айтып өткендей Еуропалық орталық банктің соңғы отырысының хаттамасына да назар аударатын болады. Егер EUB ақша несие саясатын жұмсартуға дайын екенін растаса, еуроға деген қысым күшеюі әбден мүмкін. Сондықтан көреміз әрмен қарай қандай жағдайлар орын алатынын. Енді әрі қарай ұлыбританиялық фунтқа да өз назарымызды аударайық. Британдық фунтта негізінен ақш долларының ықпалында саудалануда. Себебі Ұлыбританиядан дәл қазір маңызды макроэкономикалық жаңалықтар аз. Нарық қатысушылары назарын толыққанды ақш экономикасына аударып жатыр, бірақ мінекей қысым жалғасуда. Біз көріп отқандай, жоғары динамика бұл сақталып жатыр. Доллар иена туралы айтатын болсақ, бұл жұп жергілікті максимумдарға жақын деңгейде саудаланып жатыр. ФРЖ жоғары пайыздық мөлшерлемелерді сақтап отырса, Жапония банкі саясатты жалғастыруда. Әрмен қарай канадалық долларға назар аударатын болсақ, канадалық доллар дәстүрлі түрде мұнай бағасының өзгерісіне өте сезімтал. Егер мұнай бағасы өсуді жалғастырса, бұл канадалық долларды қолдап, канадалық және америкалық доллар жұбының өсуін шектеуі мүмкін. Әрмен қарай өте маңызды тақырып, ол әрине де WTI маркалы мұнайы. Бұл мұнай бірнеше негізгі фактордың ықпалында дәл қазір қалып жатқанын көріп отырмыз. Мұнай бағасы шамасымен 74,39 деген көрсеткіштерде. Дәл қазір инвесторлар ақштағы мұнай қоры жөніндегі соңғы мәліметтерді және Қытай экономикасының келетін жаңалықтарды бақылауда. Соңғы біз көшетін тақырып ол әрине де алтын тақырыбы. Алтын бағасы бүгін де ақш долларының динамикасына және ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелеріне қатысты күтулерді
күтулерге жалпы тәуелді екенін көріп отырмыз. Әлемдік экономикадағы белгісіздік алтынға деген қорғаныс сұранысын жалпы сақтап отыр. Жалпы есебімен бүгінгі брифингті жалпы қорытындылайтын болсақ, бүгін инвесторлардың назары ФРЖ саясатына, ақш-тан келетін макроэкономикалық статистикаға және мұнай нарығының жағдайына бағытталған екенін көріп отырмыз, қадірменді көрермен. Осындай мінекей әзірге жағдай нарықтарда қалыптасты. Ал мен сіздерге айтатыным, егер форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің телеграм және инстаграм парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар YouTube арнаға жазылып хабарламаларды қосып алыңыздар. Ал біз сіздермен бірге келесі нарыққа шолу, яғни біздің күнделікті брифинг барысында кездесеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.